Қыз-келіншектер шашыңызға қандай шампунь пайдаланасыз деген сұрақты бірінші кезекте қояды. Мен айтар едім, есесіне не ішіп, не жейсіз деген сұрақ орынды және сауатты деп. Мысалы қараңыз, біздің шашымыз мына гүлге ұқсайды делік. Біздің бұл гүлдің де қарап отырсақ, мынандай сарғайып кеткен жерлері бар екен. Бұны шаш ұшталу деп есептейік. Одан басқа да көптеген мәселелер туындауы мүмкін. Біз не істейміз? Осы гүлдің өзімізге көрініп тұрған жерлеріне су сеуіп, болмаса неше түрлі, егер шашымыз болатын болса, осыған неше түрлі спрей, бальзам, шампунь, тағы басқа заттарды пайдаланамыз. Ал шын мәнінде оның күтімінің негізі қайда жатыр? Оның тамырында жатыр. Яғни бұның топырағы қандай? Құнарлы ма, құнарсыз ба? Және біз бұған қандай су құямыз? Мәселе осыда. Яғни мына өсімдіктің өсу үшін су, топырақ, жылу және күн керек. Біздің шашымыздың да ұзын әрі әдемі болу үшін бізде күтімді кешенді түрде жүргізуіміз керек. Сондықтан денсаулығымыздың жақсы болуы 70% рөлді ойнайды екен, ал қалған 30% ғана біз қандай бальзам, қандай шампунь қолданамыз, солардың үлесінде. Ендеше не істейміз? Ең бірінші осы гүлге құятын судың жағдайын жақсартуымыз керек. Біз қандай су құямыз? Сапалы су құямыз ба? Суды уақытында құйып тұрмыз ба? Осы маңызды. Сонымен қатар топырағы қандай? Біз шашымыздың өсу үшін дұрыс тамақтанып жүрміз бе? Денемізде, біздің ағзамызда шаш өсуге арналған дәрумендер қоры жеткілікті ме? Соны есепке аламыз. Ал сіз өз шашыңызды күтуде нені алғашқы кезекке қойып жүрсіз? Жаза кетіңіз.